Қалнияз ақын. Биік қылып сөйлейін асқардың ала тауындай, нөсерлетіп сөйлейін селдете құйған жауындай, тәтті қылып сөйлейін жаңа піскен қауындай, шыны қылып сөйлейін жіліктің аққан майындай, қылтыңдатып сөйлейін қысырдың емген тайындай, сылаңдатып сөйлейін жалғыз үйдің қызындай. Бай ұлыға белгілі ұстазым Тіней Өгізбай, неше буын жыр төккен 12 баспа қобыздай. Тосылып сөзден көрмеген адайда айтқыш абылдай. Шабатын жүйрікмен едім, сөзге қамшы салдырмай. Қаумалаған қарындас құмарыңды сөзбенен, кетейін неге қандырмай, деп жыр бастайтын Қалнияз жауынгер ақын болған. Көнегес көз қарттарымыздың айтуларына қарағанда, ол үнемі Маңғыстау қазақтары мен Хиуа хандығының арасында болып тұратын жорық жортуылдарда батырлармен бірге болып, оларды шабытты жырларымен қанаттандыра жүріпті. Адай елінде сауыт киген батырлардың соңы досан болса, садақ тартқан жауынгер ақындардың соңы осы Қалнияз ақын деседі. Ол қоржынның бір басына бүктемелі домбырасын, бір басына садақ жебесін толтырып ала жүреді екен. Қалнияз айтысқа да түскен ақындардың бірі. Бір өкініштісі, Қалнияз сөздері бізге толық күйінде жетпеген. Бір жорықта екі жақтың жасағы қарсы келіп қалады да, жау жағыға қарай бірден ат қойып шабатын қазақ жағынан кісі шыға қоймайды. Сонда Қалекең Сүгір батырдың қасына келіп, баласы Ершабайдың Сүгір деген жүйрігім жауға шауып мүдірмеген, аруағың ақ бұлттай күн көрлеген, ежелге еремеспең дүбірлеген. Айтулы әкең батыр Шабай еді осындай қиын жерде кідірмеген, деп батырға қайрат жігер береді. Тағы бір жорықта Қалнияз Қожалақ батырға былай депті: «Ей, адайда батыр Қожалақ, айбарың артық арыстан, жүрегің берік құрыштан, аман шыққан ұрыстан, ерлігің сенің кембеді, кешегі төлеп қармыстан. Ата қозы Ершабай, өмір лабақ құдабай, дұшпанды қуған қоныстан, мыңбай досан секілді патшаға қарсы ұрысқан, ағаларың бұрынғы есен сары ержанақ қалмақпенен шабысқан, Есенғұлдың есені тау-тайлақпен алысқан, жестірнаққа жабысқан, атаға тарты бұл өсіп ерлігі саған жауысқан, егесті жері келгенде ер өлмейтін беді намыстан. Сен адайдың сойылы жауды көріп сескеніп, жиылмаған айылы, ерлігімді сөз қылған адай түгіл байылы. Қас дұшпанын көргенде батырлар мойнын бұрама, халық үшін туған қайран ер дүбірде шыдап тұрама. Ақ ордасы адайдың үлкен үйім мұңалсын, батырда өзің, пірде өзің, ұлы жиын құралсың. 4 мұңалым тұрғанда басқасы келіп көп жұрттың қолынан қалай ту алсын. Қожалақ тұрма қол баста, артыңнан сарбас шұбалсын. Ұрандап жауға ат қойсаң келімберді құдайке, ізіңе ертіп лап қойсаң, аруағың аспай ма, дұшпаның қорқып қашпай ма? Ертең елге барғанда, ерлігің хабар болғанда, қалың елің жиылып алдыңнан шашу шашпай ма? Деп толғайды. Сонда Қожалақ батыр хан әскерлеріне қарай қолды бастай жөнеліпті. Даукескен қамалында Хиуа ханы әскерлерімен шайқаста белгілі Амантұрлы батыр қаза болады. Бұл қазаны батырдың шешесіне естірту үшін Қалнияз барады. Ол бұрынғы өткен батырлардың ерлік істерін, олардың халық үшін қаза болғанын жырғылып толғап отырады. Бірақ батырдың шешесі сөз мәнісіне түсіне қоймай алаңсыз отыра береді. Мұны байқаған Қалнияз кемпір түсінсін дегендей Амантұрлының атын атап қайта толғайды. Ардақты Амантұрлы ерім еді-ау, ерлігін халқым неше көріп еді-ау. Қожалақ балуан Нияз асар балта осындай жақсыларға серік еді-ау. Құдаке келім берді жиылғанда қолбастап ортасында жүріп еді-ау. Ат қойып Даукескенің қамалына іркілмей 2 дүркін кіріп еді-ау. Қайран ер қайта шауып ғайып болды, халқына содан бері көрінбеді-ау, дейді. Батырдың анасы сонда ғана түсініп жоқтау айта бастайды. Қалнияздың әкесі Шопық Досманбетұлы жасырақ кезінде Нарын құмында болыпты. Кейін Маңғыстау үстіртке келіп, мұңа тілеп деген байларға жалшы болып малын бағады. Есейген шағында үйленіп, одан Қалнияз, Көлнияз, Ернияз, Қапа, Рақа, Тілеубай атты 6 перзент көреді. Ақынның Күлшар, Қожа, Биғамбет, Қортан атты балаларының ішінде Қортан ғана ата жолын қуып, жыршы болып,
Тәжікстан қазақтарының арасында танылған кісі. Оның Қалнияздан туған қортаммын, сөйлер сөзге дарқанмын, қадірімді білгенге қойдан жуас марқаңмын, көңілім сүймес кісіге жылқыдай асау тарпаңмын деп басталатын терме толғауларын жергілікті жұрттың біразы біледі.